Сәлеметсіздер ме әріптестер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге оқушыларды 1 секундта топқа бөлетін онлайн генератормен таныстырғым келіп отыр. Ол үшін Google'дың іздеу жолағына CastLots деп жазамыз. Осының бірінші шыққанға кіреміз CastLots сайтына. Енді мына жерде списке батырмасына басып, разделить на группы дегенді таңдаймыз. Осы жерде оқушылардың барлық тізімін жазып шығамыз. Топта қанша оқушы болу керегін жазамыз. Сосын ең астында разделить на группы дегенді басамыз. Бізге бірден топқа бөліп береді. Енді сізге егер топтың құрамы ұнамаса, ыңғайсыз болса, тағы да мына жерде разделить на группы дегенді басып, жаңадан топ құрауға болады. Одан басқа бұл сайтта жеребе тастауға болады. Мысалы, мына жоғары жақта жеребеге кіріп, біріншісін таңдаймыз, бросить жеребе дегенді. Мысал үшін, бір тапсырманы орындауға 3 қатардан 3 оқушы шығу керек. Дәл солай оқушылардың тізімін жазып шығамыз, барлық оқушылардың. 3 оқушыны таңдаймыз, бросить жеребе дегенді басамыз. Осы тізімнен бізге 3 оқушыны таңдап береді автоматты түрде. Тағы басқа не істеуге болады бұл сайтта? Сабақ қызық болсын десеңіз, ана ішінде жеребенің ішінде шар предсказание жасауға болады. Жеребенің ішінен шар предсказание таңдап, белгілі бір сұрақты қойып, шардың жауабын күтеміз. Мысалға, мен бір сұрақ қойдым, бүгін оқушыларға үй тапсырмасын берейін бе деп. Астында узнать ответ дегенді басамыз. Шар предсказание сізге я не уверен деп жауап берді мысалы. Немесе да деп жауап береді, немесе нет деп жауап береді. Әртүрлі. Сонымен қатар бұл сайтта QR-кодты тегін жасауға болады. Мысалы, тексті QR-кодқа айналдыруға болады. Егер видео ұнаса лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар деп жаздым мен текстке. Генерировать дегенді басамыз. Сонда сізге дайын QR-кодты дайындап береді. Егер бүгінгі ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.